Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомда беттегі қарадақтар мен ұсақ әжімдерді қалай оңай кетіру керек екенін көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен бізге аспирин қажет. Аспириннің 4 данасы жеткілікті. Ол тері жасушаларын жасартады және безеулерді емдейді. Аспиринді қасықпен күлдей қылып майдалап аламыз. Аспирин тері өңін ағартады және әжімдермен де күреседі. Оның үстіне жұмыртқаның ағы мен сарысын бір-бірінен ажыратып, ағын ғана қосамыз. Және де миксермен жақсылап тұрып, көпіргенше араластырамыз. Ал жұмыртқаның ағы терінің үлкен тесіктерін тарылтады. Ал міне біздің маскамыз дайын. Осындай қою ақ көпіршік тәріздес болады. Алдымен бетімізді макияждан тазартып аламыз. Сосын маскамызды бетімізге жағамыз. Щеткамен жақсаңыздар да болады, бірақ маған осы қолмен ыңғайлы. Көздің айналасына жақпайсыздар. Бұл масканы бір аптада 2-3 рет жасайсыздар. Бірінші жасағаннан ақ бетіңіздегі ұсақ әжімдер кеткенін байқайсыз. Міне бірінші қабаты кебіңкіреді, енді екінші қабатын жағып жатырмын. Ол екінші қабат кебіңкіреген соң үстіне үшінші қабатын жағасыздар. Маска әбден құрғап кеткен соң бетіңізді жылы сумен жуып тастайсыз. Бұл маска қара дақтарды кетіруге өте мықты әсерін тигізеді. Жасап көріңіздер, бір айда дақтардың кеткенін байқайсыз. Алдағы уақытта қарапайым түрде жасалатын маскалармен және де пайдалы кеңестермен бөлісетін боламын. Сол үшін менің каналыма жазылып қойыңыздар достар. Маска ұнаса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер.